Біз саясатта мәңгілік дос жоқ, мәңгілік жау жоқ, тек мәңгілік мүдде бар деген ұстанымды ұстанамыз. Біз осы саясатта сол алпауыттардың ортасынан қазақтың мүддесін түгендей алсақ, біз жеңіске жетеміз. Гәп сонда тұр. Алпауыттардың мүдде қақтығысының ортасынан қазақтың мүддесін түгендей алсақ, қазақтың мүддесін мақсатына жарай, қазақтың қолайына қарай азаттыққа, еркіндікке жеткізе алсақ, болды, біз жеңген боламыз. Сондықтан бізге Американы кімнің билегені, ол маңыздылық жағынан қазаққа қолайлы бола ма, қолайлы болмай ма, сонысымен ғана маңызды. Сонысымен ғана маңызды. Енді Трамптың Ши Цзиньпинде кегі бар дедік. Сайлауды бытқытты, ауруды таратты. Сол аурудың кесірінен Трамп құлады. Алдыңғы 4 жылдық сайлауда Трамп енді тағы бір 4 жыл отырсам, халқыма жақсам деп, саяси саладағы қарсыластарымнан озсам деп, алдағы болатын сайлаудағы өзінің саяси ұпайын түгендеп, соны ойлап жұмыс істеді. Барлық президент солай. Енді бұл мына 4 жылын енді тағы 4 жыл отырам деп күтпейді. Сондықтан мына 4 жылында ол ақыр бір күнім өтсе, бір күнім кемеді, енді қолыңнан келіп тұрғанда қонышыңнан бас деп, енді бұл 4 жылында ол сол өзінің саяси жауы болған Ши Цзиньпинді аямай соғуы мүмкін. Менің енді осыны ойлағанда ғана жүрегім біраз тынышталады. Ол Қытай жау деп отыр. Оның үстіне дәл қазіргі Ресейдің бірінші қолдаушысы Қытай. Қаржылық қолдаушысы Қытай. Бүкіл тұрмыстық техникасын қамдаушы Қытай. Ана бүкіл танкісінің жүрегін жасаушы Қытай. Ана артиллерия дегеннің бәрі айналып келгенде Корейдің қолымен беріп отыр. Ана кәрістің әскерін сол Ресейге бергізтіп отырғанда Қытай дейді. Ақшасын шығарып отырғанда Қытай дейді. Орыстың бүкіл шикі мұнайын алып отырған Қытай. Мұнайын алдым деп ақшаны төлеп отырған Қытай. Қысқасы, Путиннің шай ішкенде анау шайне печенье жеп, бал жеп отырса, ол да сол Қытай өндірген. Made in China. Қысқасы, Путин памперс киіп алады ғой, соғыста қорқып. Қашан Украинаның дронынан арам өлім деп. Онда сол памперсына дейін сол Қытай. Ши Цзиньпин өзі Путинге арнап өндіріп жіберген памперсын киіп алып отыр. Қысқасы осы. Енді Солтүстік Корейдің 10 мың әскері, 12 мың әскері, 15 мың әскері осы жолы Зеленскийдің аузыменен Еуроодақтың жиналысында айтылды. Яғни соғыс қалқараласуы мүмкін деген әңгіме айтыла бастады. Бірақ Солтүстік Корея Оңтүстік Кореяге соғыс аша қоймайды. Ендігі әңгіме мынада болады. Қытайды ең керемет қолдап тұрған бірінші жау Қытай, Ресейді ең керемет қолдап тұрған Қытай. Егер Трамп Қытайдың кеңірдегінен қысса, онда Ресей үшін бұл үлкен ауыр соққы болады. Өте ауыр соққы болады. Ауыр соққы болғандығы соншалық Ресейге бұл күйреткіштік соққы болады. Екіншіден, Трамп Ресей онсыз да міне бір Украинаны ала алмай, әлемдік екінші үлкен держава, әлемдік екінші үлкен саяси әскери қуатты ел деген Ресей сенің сыйқың белгілі болды. Енді сен осы қансыраған беті, осы аурудан бетің бері қарамайды, жатқан орныңнан тұрма, ақыр бетің ары қаратты, жаңағы деп бетін сипап Ресеймен қоштасып, ол енді сол өлгелі жатқан Ресейге қан құйып, аузына су тамызып отырған Қытайдың кеңірдегінен ала түссе, онда бұл нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Және бірі, бұл Орта Шығыстан Америка өзінің бүкіл назарын Қытай теңізіне қарай аударуы мүмкін. Демек, Тайванды қорғау күшейеді, Қытаймен алысу күшейеді, Қытай тақырыбы қайтадан жанданады. Ал енді Ресейге соғысты тоқтату үшін Трамптың қоятын талабы Иранды ұрам, сен Иранды қолдама дейді. Ал Иранды Израиль бытшытын шығаруы мүмкін. Иранда саяси төңкеріс болып, Иран қайтадан демократиялану мүмкін. Міне 79 жылдан бері, міне 45 жылдан бері Ирандағы радикалдық діни
фанаттық топтардың тирандық басқаруында жасап жатқан ирандар демократияға бет бұратын болса, онда ол Ресей үшін алғанда еркінше жоғалту. Яғни Трамп Путинге таңдау қою мүмкін. Егер сен Иранменен одақтас болсаң, мен аямайым десе, Путин болды, Иранды не қылсаң оғыл, мені аман сақтасаң болды дейді. Ал Ресейді сақтап тұру Трампқа не береді? Себебі қанішер жауыз кез келген уақытта атом соғысын қозғаймын деп қоқаңдап тұратын Ресейдің болуы Еуропаны қорқыта түседі. Ал Еуропа қорыққан соң Американың қолтығына тығыла түседі. Яғни Еуропа Американы тыңдай түсетін болады. Мүмкін Ресей сол үшін керек шығар. Мүмкін. Мысалы, мен Американың президенті болсам, мен онда өзімнің ең қауіпті деген жауларымның демократияланғанын қаламас едім. Олардың сол диктатура болып, көтінен кері кетіп, батпаққа батып, жауыз болып, алғабасар интеллигенттерін өздері қырып, өздері түрмеге тығып, ақылды зиялысын өздері атып, шауып өлтіріп, қастап, соттап, сол бытқып жүре бергенін қалайтын едім. Себебі жауым мен басымды қатырмай-ақ өзімен өзі алысып, ең жақсы, ең ақылдысын өздері өлтіріп, өздері түрмеге тығып жатса, онда мен жемеген қарым боғымен піссін дегендей, сол Ресейде, Қытайда өстіп, тиран болып, осы коммунистік, социалистік жолмен жүре бер, сол біріңді бірің жеп, өстіп дамымай тұра бер деп ойлау мүмкін еді. Себебі Америка өзі дамып тұр. Ол мысалы, егер Қытай не Ресей демократияланса, онда олардың да сайлау жүйесі 4 жылдан ауысып отырса, ең керемет, ең халықтың алдына шығатын, ең белсенді, ең ұтқыр, ең тапқыр азаматын Қытайда, Ресейде билікке әкелсе, ең ақылдылар билікке келсе, онда Ресейде, Қытайда дамып, Америкадан озып кетуі мүмкін ғой. Сондықтан Америкаға осы жаңағы жауыз, ең топастары билікке келетін, ең арамза, ең ұрылар, жаңағы ақшаның бәрін ұрлап алып, Еуропа мен Америкаға тығатын осы Ши Цзиньпин сияқты, Путин сияқты есерсоқтардың оларды билеп тұрғаны керек ақ. Бірақ сорлағанда сол қазақ сияқты орыс қауымдар сол сорлайды. Тигр деп, Тоқайды тигр деп өлең арнап, жаңағы керемет адам деп сөйтіп, қазақтар мақтап, бірін-бір өтірік мақтап, аспан құшырып, сол қазақтар сорлап жүре береді. Енді оның жаман жері сол. Бірақ енді Трампты болжау қиын дедім. Ол кез келген сәтте ол шай ішіп отырып өзгере салатын адам, мінезі құбылмалы адам, және ол өмірінде соққы жеп таяқ жемеген адам, ол миллиардер, кісі қолына қарамаған адам, ол өмірі қолға алған ісін жеңіп келе жатқан адам. Сондықтан ол егер соғысты тоқтат дегенде Путин жаңағы no деген сөзді нет деп қалса, менше ол сол сәтте жынданып, сол сәтте Зеленскийге атсаң ат дей салуы мүмкін. Себебі Трамп өзгере салады. Мына Байден шалды, мен енді баяғыда өзі соғыс басталғанда да айтам ғой, мәлкілдек шал деймін жаңағы. Ұшаққа шығып бара жатып бір құлап, түсіп келе жатып бір құлайтын шал деймін. Мысалы, Трамп пен Байденнің жаңағы екеуінің дебатында Байден мүңкілдеп қалды. Анау деген тура жаңа айғыр тарпып алдына келсе, тістеп артына келсе, теуіп тұр. Мына шал енді жүнжеп жабағы түшіп кетті, мына мәлкілдек шал деп, сол екеуінің дебаты кезінде айттым ғой. Тура сол айтқаным дәл болды. Бұның мына шалды тура екі тістеп бір бүктеп дей салғанын мен сол Трамп пен Байденнің дебаты кезінде айттым. Сенбесеңіздер қараңыздар, Трамп Байден дебаты деген лекциямда тұр. Ол екеуінің дебатын сол бүкіл қазақ тілді аудиторияға осы мен жеткіздім ғой деймін. Сонда не тақырып айтты. Ең соңында ана шал мұрнынан сөйлеп, мүңкілдеп қалғанда, әй, мына шал құрдау дедім, сол айтқаным келді ғой. Енді Трамп енді сөздің шыны өте өзімшіл адам, саудагер адам. Ол адамды құқықты да анау-мынау деп көтерейін деп тұрған адам емес. Ол бірақ сол Американы байытуы мүмкін. Енді ол иммигранттарды қуы мүмкін. Мынау арып ашып, 50 мың, 60 мың долларын шашып, алаяқтарға беріп, жанын шүперекке түйіп келген қазақтарды енді батырлатып, шетінен қуып тастау бек мүмкін.
Енді ол қазақтарды қуса, мен қу деп, мен қуана қол шапалақтап, сол Трампты әр қазақты қуғанда мен оларға хат жазып қолдап тұруым мүмкін. Мен енді Американың көші-қонымен тіке тізе қоса отырып жұмыс істеуге мен дайынмын. Онымда әлде қашан оларға да жеткіздім де. Неге? Қашып келген қазақтың көбі өтіріктен мынау Американың иммиграциялық мекемелеріне біз Қазақстанда саяси белсенді едік, қудалау көрдік, айтып едік, бүйтіп дейді. Қатынның көйлегінің астында тығылып отырып белсенді болған екенміш. Міне. Ондай өтірік фейк белсенділер Америкада ешқашан келгеннен кейін де бір белсенділік жоқ, жер сатылады деді, белсенділік жоқ. Дума Мұхаммед Кәрім 7 жылға соттады, бір Қазақстанның елшілігінің алдына барып, Ереуіл деген қазақ жоқ. Әлемге әйгілі марафоншы Марат Жыланбай 7 жылға соттады, бір 7 қазақ шығып Ереуіл деген жоқ. Асқар Сембайды 6 жылға соттады, бір 6 қазақ шығып Ереуіл деген жоқ. Міне, журналист Айгерім Тілеужанды соттады, бір әйелдердің құқы деп, әйел және журналист. Соны неге соттады деп бір 6 қазақ шығып Ереуіл деген жоқ. Ана Айдаладағы Бишімбаевтың қатыны жаңа сол өліп қалғанда өтіріктен қалың маймылдар шығып ойбай әйелдер құқы дей қапты. Оның бәрі маймыл, лицензионный. Ол онсыз да ол қатынды өлтірген Бишімбаевты билік соттап жатыр ғой. Онда олардың Ереуілі сол Қазақстан билігін жаңа құптаған, Қазақстан билігі бейне әйелді жауыздықпен өлтірген адамды соттапты, Қазақстан билігі әділетті орнатыпты деген сияқты бірдеңке. Бірақ ана билікке қарсы митингілерге шықпайды. Сондықтан бұл қашып пісіп келген қазақ бірде-бір саяси белсенділігі жоқ қазақ. Не Қазақстанда жүргенде белсенділігі жоқ, не Америкаға келгенде белсенділігі жоқ қазақтарды Трамп егер қол аяғын байлап ұшаққа тиеп, жаңа Қазақстанға қарай жөнелтсе, буып түйіп. Мен онда қуана қол шапалақтап, әне жерде анау қалды, міне жерде мұны, әне біреу тығылып қапты, ананы ұстап қуып айдаңдар деп, мен қуана айдаңдар деймін. Себебі ондай алаяқ қазақтың көбінен жоғы жақсы, барынан жоғы жақсы. Мәне. Ауырдың астымен жүретін, жеңілдің астымен жүретін, кімнің тарсы піссе соның тауығы болатын, өтірік фейк белсенді болып кеп, мына Америка сияқты бүкіл дүниенің демократиясының отаны болған, туыстаушысы болған елдің топырағын басып жүруге ондай алаяқ қазақтардың не құқы бар? Не құқы бар олардың? Олар сол өздері сияқты алаяқтар билеген Қазақстанда жасауға лайықты. Сен билікте жоғарыда отырғандар сол өздері сияқты алаяқтар, өздері сияқты сатқын, өздері сияқты екі бетке, өздері сияқты жамбағар, өздері сияқты тайғақ, өздері сияқты табанның бірі жоқ, өздері сияқты арсыз, өздері сияқты ұятсыз. Сондай сүмелектер басқарып отырған Қазақстанда жасауға лайық ол қазақтар. Сөздің шыны керек. Міне менің Трамп туралы айтатыным осы.